Мен Қабитхан Бексұлтан, Шымкент қаласы, номер 49-шы жалпы орта білім беретін мектептен 2-ші Б сынып оқушысымын. Мен өз отбасым жайлы айтқым келеді. Отбасы құрмет пен сүйіспеншіліктің ошағы. Менің әкем өте мейірімді, еңбекқор, жанашыр адам. Ол құрылыс саласында жұмыс жасайды. Ал анам әдемі, қамқор, үнемі айналасындағыларға күн сияқты жылуын шашып жүреді. Анам ұстаздық қызмет атқарады. Екі бауырым менің қос қанатым сияқты. Ағасы бардың жағасы бар демекші, ағаларым маған үнемі қолдау білдіреді. Үлкен ағам сурет салғанды жақсы көреді. Екінші ағам дәстүрлі әндерді орындаудың шебері. Ол әртүрлі байқауларға қатысып жүлделі орындарды иеленіп жүр. Ал мен анама көмектесіп, қарындасыма қамқор болып жүрмін. Сонымен қатар менің асыл қазыналарым бар деп мақтана аламын. Олар менің ата-әжелерім. Менің апам бар өмірін бала тәрбиесіне арнаған ұлағатты ұстаз. Қабитхан атам бос уақытында балық аулағанды жаны сүйеді. Ал нағашы Алтын апам мұң саусағынан өнер дамыған ісмер, нағыз шебер. Ал нағашы атам ұзақ жылдар құрылыс компаниясында басшылық қызмет атқарды. Олардың өсірген ұл-қыздарының барлығы да өз істерінің майталмандары. Соның ішінде әсіресе бала тәрбиесімен айналысып, білімді де саналы ұрпақ тәрбиелеуде аянбай еңбек етіп жүрген аға әпкелерімді, жеңгелерімді мақтан тұтамын. Мінекей, мен осындай үлкен ортада, өнегейлі отбасымда өсіп келе жатырмын. Мен өз отбасымды жақсы көремін және өз отбасымды мақтан тұтамын. Шуақты күні әлдейлеп әнге салатын қастерлі анамның үні өз үйім ошағым